Сәлем достар, Дарья Кук каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай сочный, өте дәмді манты дайындаймын. Менімен бірге болыңыздар. Осы видеода мен идеальный қамырдың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз қамырымызды елеп алуымыз керек. Ол үшін стакан суға тұзды қосып, осылай араластырып аламын. Енді ыдысқа ұнды салып, үстіне бір жұмыртқаны жарып аламын. Одан кейін біздің тұзды суымызды осыған құйып, қасықтың көмегімен осылай араластырамын. Енді қолымызбен қамырымызды елеп алуымыз керек. Бізде осындай жұмсақ, қолға жабыспайтындай қамыр шығады. Енді осы қамырды пакетке салып, кем дегенде 30 минутқа демалуға қойып қоямын. Қамырымыз демалып жатқанда біз пиязды майда кубик қылып турап аламыз. Дәл солай картопты да турап аламын. Барлығын бір ыдысқа салып, оның үстіне біздің фаршымызды қосамыз. Дәміне қарай мен қара бұрыш және тұзды қосамын. Осы жерде мен құйрық майды майда қылып турап қосып жібердім. Қаламасаңыздар әрине қоспайсыздар. Енді осы фаршымызды біз қолымызбен әдемілеп араластыруымыз керек. Мен енді осы фаршқа аздап су қосамын, сол кезде фарш сочный болып шығады. Ал енді біздің демалып болған қамырымызды аламыз. Осыны қолымызбен осылай басып шығамын. Енді осы қамырды жұқа етіп жаю керек. Міне менде осындай қамыр болып шықты, жұп-жұқа, өте керемет болып шықты. Енді осыны бірінің үстіне бірін видеода көрсеткендегідей орап, пышақпен кесіп аламыз. Бізде осындай квадраттар шығады. Енді осы квадрат қамырларға мен начинканы салып, мант түйемін. Майланған мантоварканың листтарына осылай мантыларды қойып шығамын. Енді осы мантоваркамызды отқа 45 минутқа қоямыз. Міне біздің мантымыз дайын болды. Өте керемет дәмді болып шықты. Қамыры жұп-жұқа, начинкасы сочный. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер менің видеом сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, подписация етіп кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.